5G байланыс туралы әлеуметтік желілерде ақпарат өте көп. Жаңа желі түріне көшуді бүкіл әлем жоспарлап жатқанда, кейбір елдер наразылық танытып отыр. Мәселен, Англияда 5G мұнараларын халық өртесе, біршама мемлекеттерде оны қастандық теориясы деп есептейтін адамдар қарсы шығып отыр. Мобильді 5G заманауи желісі мен коронавирустың арасында қандай байланыс бар? Сәлем, бұл қазір ревью арнасы. Апта сайын IT технология әлемінің жаңалықтарымен және жетістіктерімен таныстыруды біз жалғастырамыз. Ал енді 5G туралы сөз қозғайық. Негізі 5G мен коронавирустың өзара байланысы бар деген ойдың түп тамыры қайда жатыр? Мобильді желінің бұл жаңа түрін шет елдер 2019 жылдан бері орната бастады. Солардың алғашқыларының қатарында әрине Қытай бар. Ресми деректерге сүйенсек, қатерлі індетті алғаш жұқтырған 50 жасар науқас Хубэй провинциясынан және бұл жағдай 17 қарашада тіркелген. Ал 5G байланыс қашан іске қосылды деп ойлайсыздар? Иә, дәл осы қараша айында. Әрі қарай қызық фактілер көбейе түседі. Коронавирус Европаға шабуыл жасап, көлік және экономикалық коммуникация жолдарын тұншықтыра бастады. Милан, Лондон, Барселонада 5G байланыста дәл осы уақытта іске қосылған еді. Совпадение, не думаю. Енді келесі қарама-қайшы қызықты фактіге назар аударайық. Алғаш 5G коммерциялық желілер ақш-та 2018 жылы қазан айында орнатылып іске қосылған болатын. Ал алғаш мемлекеттік 5G байланыс оңтүстік Кореяда 2019 жылы сәуірде бастамасын алды. Яғни бір жыл бұрын. Ал оңтүстік Корея коронавирусты жеңген алғашқы мемлекеттердің бірі болып есептелетінін естеріңізге салайық. Сонымен қатар коронавирус тек 5G желі орнатылған елдерде ғана емес, барлық мемлекеттерде бар. Десек те қастандық теориясын берік ұстанатындар бұл желі адамға қалай болса да зиян тигізеді дейді. Соны қарастырайық. 5G-дің денсаулыққа кері әсері туралы негізгі екі теория бар. Біріншісі, 5G толқындар адам денесіне кіріп, ағза жасушаларын құртады және иммунитетті әлсіретеді. Екіншісі, 5G толқындар ағзаға тікелей әсер етпейді, бірақ оттегі молекулаларын бұзып, олардың өкпеге жеткілікті түрде дұрыс формада баруына кедергі келтіреді. Сәйкесінше пневмония ауруын тудырады. Осы теорияларды жекелеп қарастырайық. Бірінші теорияға сүйенсек, мобильді байланыс сигналы аса жоғары жиілікті электромагнитті толқындар арқылы таралады. Дәл осы толқындардың көмегімен біз қысқа толқынды пеште тамақ жылытамыз. Осындай пеш болсын, Wi-Fi роутер немесе 4G байланыс болсын, барлығы бір толқында, яғни 2400 МГц-те жұмыс істейді. Ондай болса, Wi-Fi роутерден қорқуымыз керек пе? Жоқ, себебі аталған құрылғылар қуаттылығымен ерекшеленеді. Қысқа толқынды пеште ол 800 ваттқа тең, ал роутер қуаттылығы милливаттпен өлшенеді. Демек, 100 немесе 1000 есе әлсіз. Сондықтан Wi-Fi немесе мобильді желімен адам ағзасына әсер ету өте қиын. Бір-екі смартфон мен Wi-Fi шынымен де әсер ете алмайды. Бірақ біз кең далада жалғыз тұрған кигіз үйде өмір сүрмейміз ғой. Айналамыз толған мобильді сигналды тарататын не қабылдайтын құрылғылар, ақылды техникалар. Жалпы мобильді байланыстың зияны туралы әңгіме бұрыннан келе жатыр. 2000 жылдардың басында бұл тақырыпта көп адамдар әңгімелескенді ұнататын. Естеріңізде ме, кейбір адамдар шалбарының қалтасына немесе төс қалтаға телефонды салу зиян деп айтатын. Осы орайда ғылыми зерттеулер де көп жүргізілді. Біреуі зиянын айтса, екіншісі оны жоққа шығарып отырды. 2014 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 20 жыл бойы жүргізілген зерттеулердің нәтижесіне сәйкес, мобильді желілердің адам ағзасына зияны дәлелденбеді деген мәлімдеме жасады. Тоқтаңыз, бірақ ол 4G туралы ғой, кешіріңіз, ал біз 5G туралы айтып отырмыз. Шынымен де мобильді байланыстың бұрынғы және жаңа 5G буынының айырмашылығы неде? 4G 700 МГц пен 2,6 ГГц диапазонда жұмыс істейді, ал 5G 600 МГц пен 100 ГГц диапазонда жұмыс істей алады, және ол миллиметрлік байланыс деп аталады. Себебі толқындар ұзындығы миллиметрмен өлшенеді, бұрынғыдай сантиметрмен емес. Бұл мобильді байланыс үшін жаңа диапазон екенін ескерейік. Оның айналасында пайда болған шудың себебі осында. Миллиметрлік диапазон 5G-дің өте жоғары жылдамдықта жұмыс істеуіне жағдай туғызады. Бірақ бұл жерде оның кем тұсы да бар. Себебі миллиметрлік толқындар ұзақ жерге жете алмайды, яғни таралу аймағы кішкентай. Сондықтан мобильді байланыспен адамдарды қамтамасыз ету үшін мұнараларды бірнеше километр сайын емес, бірнеше 100 не 200 метр сайын орнату керек. Енді 100 метр сайын мобильді байланыс мұнаралары орнатылған қаланы елестетіңіздер. Қорқынышты ма? Қорықпаңыз, себебі миллиметрлік байланысқа миллиметрлік антенналар керек. Оның үстіне олар Wi-Fi роутер сияқты кішкентай қорапша түрінде де болуы мүмкін. Сонымен қатар оларды кез келген жерде орналастыруға болады, және жиі орналасқан сайын аз қуатты жұмсайды. Демек 4G желі сияқты 30 метрлік мұнаралардың болуын қажет етпейді. Ол аз болса 5G-дің ену күші де әлсіз екенін айтайық. Жауған жаңбырдың өзі оның таралуына кедергі келтіреді. Сондықтан адам денесіне тигенде ол шағылысады. Негізінде 30 және
және 100 ГГц арасындағы толқындарды қысқа толқындар деп атап, олар қазіргі таңда әуежайлардың телекоммуникация құрылғыларында және полиция радарларында қолданылады. Демек 5G-ді алғаш қолданушылар деп жол полиция қызметкерлерін атауға болады. Қалпақтының радарына ұсталғандар болса лайк бассын. Тағы бір қызық жері 5G миллиметрлік диапазоны әзірше мүлдем пайдаланбаған. Олар келесі кезеңде енгізіледі және 5G+ деп аталатын болады. Ал қазіргі қолданысқа берілген 5G көп жағдайда 3.6 және 3.8 ГГц жиілікте жұмыс істейді. Бұның 4G желіден қатты өзгешелігі жоқ. Енді екінші теорияны қарастырайық. Қысқа толқынды сәулелендіру ионмен қанықтырмайды. Яғни рентген сәулелері сияқты молекуладан зарядталған бөлшектерді ығыстырып шығармайды. Қысқа толқынды сәулелендіруде фотон энергиясының молекулаларды бұзуға күші жетпейді. Ал оттегі молекуласын сәулелендіру арқылы бұзу үшін 10-шы не 15-ші дәрежедегі петагерц жиілік қажет. Ондай жиілік ультракүлгін сәуледе бар. Демек, қысқа толқынды жиілікпен салыстырғанда айырмашылығы жер мен көктей. Ал егер оттегі молекулалары аз жиілікте бұзылатын болса, онда күн сәулесінің әсерінен жер бетінде оттегі қалмаушы еді. Сондықтан 5G-дан қорқудың қажеті жоқ. Ол 3G және 4G секілді қауіпсіз болып табылады. Сонымен қатар ол ақылдырақ және тиімдірек. Оның үстіне электромагнитті сәулелендірудің қауіпсіз деңгейін қадағалайтын халықаралық нормалар бар екенін ұмытпау керек. Экранда көрсетілген сайтқа кіріп оны көруге болады. Және де аталған нормалар қайта қаралып жаңарып отырады. Адам ағзасына әсер етуші электромагниттік және электромагниттік өрістердің қауіпсіз деңгейінің стандарты 0-ден 300 ГГц-ке дейінгі жиілікті реттейді. Сонымен 5G технологияны енгізумен адамзат не ұтады? Бірінші кезекте 1 шаршы километр жерде 1 миллионға жуық адамды интернет және мобильді байланыспен қамтамасыз етуге болады. Қазір өздеріңіз білесіздер, кейде 4G желінің мобильді байланыс орнатуға шамасы жетпей, телефонның арғы жағындағы адамның не айтқанын дұрыс естімей жатамыз. Келесі артықшылығы интернет жылдамдығы шапшаң өседі. Ол өз кезегінде автопилотпен жүретін көліктерді пайдалануға, онлайн режимде ойын ойнауға, 4К тіпті 8К форматтағы бейнероликтер мен фильмдерді онлайн форматта көруге, сонымен қатар телемедицинаны дамытуға ықпалын тигізеді. Сіз ауқымды файлдарды бұрынғыдай сағаттарда емес минуттарда жүктейтін боласыз. Интернет желісін пайдаланатын ақылды құрылғылар өзара тез байланысып, сіздің ыңғайлы өмір сүруіңізді қамтамасыз етеді. Сіздермен болған Қаз ревью арнасы. Бұл бейнеролик сіздерге ұнады деген ойдамыз. Достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар, хабардар болсын. Апта сайын IT технологиялар саласындағы әлем жаңалықтары мен жетістіктері туралы ақпаратты жіберіп алмаңыз, тіркеліңіз. Әрине, лайк басқан адамға алғысымыз шексіз. Келесі кездескенше.